Аграрлық университет ұжымы 17 ақпанда өткен шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаевтың тікелей эфир арқылы есеп беру кездесуіне қала жұртшылығымен бірге онлайн тәртібінде қатысты. Алматы біргеміз деген ұғымға сыйып тұрған алматылықтардың өзара ауызбіршілігі індетті мезгілінде ауыздықтауға септігін тигізді. Біз қала тұрғындардың жаппай індет жұқтыруына жол бермедік. Өздеріңіз білесіздер, бұл менің түбегейлі таңдауым және бұл бағыттағы жұмыстарды одан әрі жалғастыра беремін. Есепті кездесуде көтерілген маңызды мәселелермен қатар Алматының экологиясы да қала халқының басты назарында екені ескерілді. 282 мыңдай ағаш отырғызылып, 2 саябақ ашу жоспарланған қаланың жасыл қорын көбейтуге университет ғалымдары мен білім алушы жастары тікелей атсалысатын болады. Әкіммен онлайн кездесу соңында университет ректоры Тілектес Есполов оқу ордасының ұжымын ортақ үйіміз Алматының дамуы жолында белсенді қызмет атқаруға шақырып, қаланы көркейту әр азаматтың борышы мен міндеті екенін тілге тиек етті. Еліміздің тұңғыш аграрлық қара шаңырағында халықаралық қысқы мектеп 2021 жобасының жұмысы қызу жалғасуда. Биыл 11-ші рет өткізіліп отырған дәстүрлі шараға әлемнің 33 елінен онлайн форматта 2300 тыңдаушы қатысуда. Ал дәріс оқуға ең үздік 133 шетелдік ғалымдар мен сарапшылар тартылды. Біздің университетіміздің қаншалық деңгейде, қандай сапалы деңгейде білім бере алатындығын көрсеткіші болып табылады. Екіншіден, бұл біздің университетіміздің қаншалық деңгейде халықаралық әріптестік орнату мүмкіндігінің зор екендігін көрсете алады. Университетімізде жастар үйренсін. Келешекте шетелде қандай жұмыстар жасалынып жатыр. Осы саланы қамтып жатыр. Жан-жануарлар, адамзатқа, бүкіл медицинаға өте қауіп келтіріп отыр. Коронавирус бәрімізге түсіндіріп көрсетіп отыр. Дүние жүзіне біз осының міне шет жағында осының әртүрлі жағдайлар, қандай малдардың түрлері ауырады, қандай аурулармен ауырады, осының бәрін баяндама жасап жатыр. Оның ішінде биологиялық қауіпсіздік үшін сақтау үшін не істеуіміз керек? Бұл қысқы мектеп су ресурстары, биологиялық қауіпсіздік, жасыл экономика және тағы да басқа ең өзекті тақырыптар талқыланып отырған ауыл шаруашылығының 15 бірдей бағытын қамтиды. 2017 жылдан бастап мектеп қатысушыларының бірігіп дайындайтын стартап жобасы байқауы өткізіліп келеді. Бұл дәстүр биыл да іске аспақ. Мектепаралық додада қай жоба тұлпар һәм жүйрік шығып оза шабатынын алдағы аптаның еншісінен күтетін боламыз. Университет басшысы Тілектес Исабайұлы Мазғұт Айқынбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығына жұмыс сапарымен барды. Сапар барысында орталықтың бас директоры Тоқтасын Ерубаев орталық қызметімен таныстырды. Қазақтың біріктіретін шаңырақ. Бір шаңырақтың ортасындамыз. Қазақ елінің шаңырағында. Еліміздің, біздің атамыздың қонысы туы биік болсын деген. Сондықтан да туымыз биік болсын. Осындай шаңырақта береке бірлікте болайық, Сондай-ақ екі ұжым арасында ғылыми ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылып, 2021 жылға арналған бірлескен зерттеу жұмыстары бойынша университет базасындағы халықаралық вакцинология орталығында жүргізілетін инновациялық зерттеулерді іске асыратын нақты қадамдар белгіленді. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің медиа орталығынан.